Көбісі айтады, біздің Қазақстан халқы, балық басынан шірейді дейді де, біздің Қазақстанның шіріп жатқаны анау Назарбаев пен Тоқаевтың кесірі дейді. Жоқ, достар. Назарбаев пен Тоқаев балықтың басы емес. Балықтың басы халық. Халық саясатпен айналыспайды. Халық өлтіріп жатса да, тонап жатса да, ой, қоя бер саясатты, келесі келсе ол да ұры болады дейді да, отыра береді. Міне, балықтың басы халық. Біз шіріп жатырмыз, біз үндемейміз. Тонап жатыр, үндемейміз, өлтіріп жатыр, үндемейміз. Елімізді Ресейдің астына жығып жатыр, үндемейміз. Біз шіріп кеттік, халық, үндемейміз. Ал егер біз бас көтеріп, мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлатып, мен деген азаматтарды биліктің басына алып келетін болсақ, вот сол кезде халықтың жаңағы мүддесі үшін жұмыс жасайтын, халықтың мүддесін қорғайтын адамдар билік басына келеді. Халық контролировать ету керек. Сол үшін айтып жатырмыз біз. Мынау билікті құлатамыз, уақытша үкімет құрылады жарты жылдың ішінде кез келген адам өздерінің 3 адамда жеткілікті партиясын құрады, программаларын айтады, сайлауға қатысады. Солай халық кімді сайлайды, міне сол адамдар билік басына келеді. Тек қана сайлау арқылы, әкімдер, сот төрағалары барлығы сайлау арқылы келу керек. Қазірше әкімдер Назарбаев пен Тоқаев тағайындайды, президент, сот төрағаларын Тоқаев тағайындайды, министр барлығын Тоқаев тағайындайды, барлығы кабинетте отырады да